құрметті ағайын, мен сіздердің алдарыңызға біраз сөзбен шыққым келіп отыр. Менікі дұрыс па, олардікі дұрыс па? Өздеріңіз сарапқа салыңыздар. Мынау 30-дан асып барамын деген бір кино шыққан екен. Ол туралы мен кеше ғана естідім. Маған біреулер ссылкасын жіберді. Осындай тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына бір кино шығыпты. Ішіндегі ойнап жүрген рөлді ойнап жүрген кісі сізге ұқсамайды, бірақ сіз деп береді. Мақпал Жүнісова ойнап тұр дегендей. Мені ешкім киноға шақырған жоқ, ол біріншіден. Алдымнан ешкім өткен жоқ, ол екіншіден. Үшіншіден, мен әлі тірімін, жер басып жүрген адаммын. Ол әнді өмірдің көбі кетіп азы қалды деген әнді. Ол жерде менің даусым, менің даусымды басқа біреуге айтқыздырып, мен жанды дауыспен айтып тұрмын, ол фонограммамен айтып тұр енді, ана қыз. Ол да ұятсыз қыз екен. Менің алдымдан өтпей ме? Апам әлі тірі ғой, өзін ағып айтпайды деп. Сондықтан да, соттасып жүрген уақытым жоқ. Бірақ ол кинода ойнап тұрған мен емеспін. Семейден маған мені хабарласып жігіттер айтып жатыр. Сізді жақсы білеміз ғой, мынау сізге ұқсамайды, анау көзіндегі бояу емес, көзге киіп әш киінес, анау домбыраны жерде сүйреп жүр. Недеген сұмдық, мен домбыраны жерге қарай ұстамайды, жоғары ұстаймын ғой домбыраны. Не де болса да бұл менің жауларым деп ойлаймын. Мені осылай жаман көрсеткісі келген ғой. Бір Аллаға тапсырдым. Бірақ бұл дұрыс емес. Кім түсірсе де бұл дұрыс емес.